Жаңа қала Сайқын аралығындағы облыстық жол жұрттың жүйкесін жұқартты. Жаңбыр жауған, мені көріп тұрсыңыз жолдың үстінде. Осы біздің көретін қорлығымыз. Жол құрылысы кестеден әлдеқайда кешігіп жатыр. Мінекей, дәл осы жерден асфальт бітеді. Биыл жүргізілген құрылыс жұмыстарының нәтижесі осы ғана. Материалдардың тапшылығына байланысты біздің жоспарларымыз орындалмай жатыр. Қарға адам жерге төселген асфальттың өзі сапасыз болып шықты. 12% Қазақстан Республикасының стандартты талаптарына сәйкес келген жоқ. Күре жолдың құрылысы енді уақытында біте ме? Мән-жай осы шығарылымда. Біздің ауылда кішкентай бір проблема бар. Айтыңыз. Ауылда жол жоқ. Бұл әзілдің астары ауыр, әсіресе өмір бойы жол азабын тартып келе жатқан жайық жұрты жақсы түсінеді. Аймақтың оңтүстік батыс бетіндегі күре жолдар жауын-шашынды күндері және қар еріген кезде ми батпаққа айналады. Мәселен, жаңа қала мен Сайқын арасындағы трассаның жағдайы тіптен қиын. Биыл бұл жолдың бір бөлігін асфальттау жұмыстары басталған еді, алайда мердігер ұйымның жарытқаны шамалы. Біз жаңа қала ауылынан 7-8 шақырымдай ұзап кеттік. Мінекей, дәл осы жерден асфальт бітеді. Биыл жүргізілген құрылыс жұмыстарының нәтижесі осы ғана. Ал 70 шақырым жолды толық асфальттау үшін енді қанша жыл қажет екені жұртты алаңдатып отыр. Мен түсірілімге шығардан бірер күн бұрын дәл осы аумақта толасы жауын-шашын болған екен. Тура белшеден келетін ми батпақты көрсететін сәт туды. Жаңақазан ауылына беттеген жүк көлігіне мендім. Трасса деген аты ғана болмаса затын көрмедік. Мен мінген ауыр көліктің өзі жан ұшыра шырылдап келеді. Жолшыбай бір мәрте жөндеуге де тура келді. Ал жеңіл көліктердің жағдайын елестету қиын. Түйені жел шайқаса, ешкіні көктен ізденің кебі бұл. Өзге өңірден келе жатқан жолаушылар осы жолды көргенде естен тана жаздады. Мен Жетігүл деген Ақтөбенің районынан келатырмыз. Біз Жаңғалаға Жуалой деген жерінен келатырмыз. Мынау жол деген масқара екен. Қашан дұрысталатын жол мынау? Қашан дұрыстайсыңдар? Жеңіл машина қайдан жүреді мынау? Газелінің өзі жаққа келатыр. Шамалы жер ғана бір асфальтталған. Қалған жерлердің бәрі тек ойлы-бырлы. Болашағы білмеймін енді ол алда не болатындығын. Негізі жолды жақсартып түзеп істегенде жақсы. Бірінші рет келе жатырсыз ба? Бірінші рет келе жатырмыз. Мынандай жолды көрдіңіз ба бұрын? Бұрын мұндай жолды көрмеппін мен. 2-3 сағат уақытымызбен жүйкемізді құртып, Жаңақазан ауылына әрең жеттік. Әрмен қарай жеңіл көлікке мендім. Бағытым Жуалой ауылы. Көлік ауыстырғаным болмаса, жолдың жағдайы әлі сол күйі. Оралдан таңертең шыққан бетімізбен ауылға кешқұрым әрең жеттік. Жаңбыр жауған, мені көріп тұрсыңыз жолдың үстінде. Осы біздің көретін қорлығымыз күз болса, жаңбыр болса, батасын. Далада тұрып қалған кездер болды ма? Далада тұрдық қой талай. Техника керек сүйейтін, трактор шақырасын, ат тіріліп қалады ма, деген көріп кетсің ғой. Ауыл сұрқауымыз бар, районға жетуіміз керек болады, сонда мына жолына қалай жетеміз? Жаңа қала Жаңақазан ауылындағы учаскені асфальттауға республикалық бюджеттен 18 миллиард теңге бөлінген екен. Биыл соның 3 миллиард теңгесі игеріліп, кемінде 13 шақырым жол салынуы тиіс еді. Алайда өзіміз көргендей небәрі 8 шақырымға жетпес жол ғана салынған. Мен қазір Орал қаласындамын. Облыстық жол басқармасының ғимаратына келіп тұрмын. Сала басшысының күрмеулі мәселеге қатысты не айтарын тыңдап көрелік. Құрылыс 2024 жылы аяқталуы қажет. Келісімшартта көрсетілген мерзім осы. Жол басқармасының басшысы жобаның биыл кестеден кешігіп жатқанын жасырмады. Мұндай келеңсіздікті материалдардың тапшылығымен байланыстырып отыр. Битумның тапшылығы материалдардың тапшылығына байланысты біздің жоспарларымыз орындалмай жатыр. Ол енді жалғыз осы жолда емес, барлық жолдарда бізде сондай проблемамыз бар. Мерзіміне дейін бітіре ала ма, мердігер? Жоқ, бұл үлкен реконструкциялар мерзіміне дейін бітіре алмаймыз біздер. Себебі жаңағындай қаражатты аз бөлінеді. Сосын енді үлкен бір жылда біздер енді 60 километр асфальт салу тағы мүмкін емес енді біз. Ал битумды қазір қайдан алып жатырмыз біз? Битумды біздер Ақтаудан, Маңғыстау облысынан Каспий битум қаржан заводынан аламыз. Ресейден тасымалдау мүмкіндігі жоқ қой бізде? Ресейден тасымалдау бойынша қазір сәйкесті екі үкімет тарапынан сәйкесті қағаздарға қол қойылды, рұқсат берілді. Бірақ енді мердігер мекемелермен қазір сол лимитті определять етіп жатыр. Қанша қай уақытта берілетін. Бұл енді 100 мың тоннаға битумге рұқсат беріліп отыр.
Демек, 3 жылға жоспарланған құрылыс тағы да сағызша созылатын болды. Сала басшысының өзі жобаны белгіленген межеде аяқтай алмайтынын ашық айтты. Құрылыстың аяқталу мерзімі енді қай жылдың еншісінде екені белгісіз. Тағы бір айта кетерлігі, жыл бойы таяқ тастам жерге дейін әрең жеткен асфальттың өзі сапасыз болып шықты. Жол сапасын қадағалайтын мамандар осылай дейді. Олар жүргізген сараптама нәтижесінде құрылыс барысынан өрескел кем-кетіктер анықталған. Ол объектіден біздер 100-ден 102 материал сұрыптасақ, соның ішінде осы бізде 12% Қазақстан Республикасының стандартты талаптарына сәйкес келген жоқ. Айта кететін болсақ, жер төсемесінде бізде ақаулықтар анықталды. Сонымен қатар негізгі жолдарда осы бізде бір анықталған технологиялық процесс кезінде ақаулықтарымыз бар. Енді жалпы осы анықталған ақаулықтар бойынша біздер тиісті шара қабылдау мақсатында осы тапсырысшыларға және инженерлік қызмет, техникалық қадағалау, мердігердің өзіне осы ақаулықтарды жою мақсатында біз арнайы ұйғарым хаттарымызды жіберген болатынбыз. Енді бүгінгі таңда осы тапсырысшыдан сол расталған жөнінде біздер ақпарат толығымен алдық. Біз айтып отырған Чапаев Жаңақала Сайқын облыстық жолы әрмен қарай Өнеге Бесен Сайқын облыстық жолымен тоғысады. Дәл сол трасса 2 участке бойынша жаңғыртылып жатыр. Жол сапасының мамандары ол жердегі құрылыс барысынан да кемшіліктер барын алға тартып отыр. Өнеге Бесен Сайқын бірінші учаскесінде біздің айналма жолында көп ақаулықтар болды. Осы қызыққа мезгілден көктем уақыттарында тұрғындардың жүріп тұруына былайша айтқанда өте ыңғайсыздық тудырып, осы әлеуметтік желілерде үлкен мәселелер көтерілген болатын. Енді мына екінші 50-100 шақырымдағы бізде учаскемізде бұл жерде Ақжол құрылыс компаниясы өте дөрекі ақаулықтар жіберді. Бұл жерде яғни тапсырысшымен келісілмеген қиыршықтастар жоба талаптарына сәйкес келмейді және жоба талаптарына қарастырылмаған жерден алып келген. Сонымен қатар мына әлеуметтік желіде қозғалып жатқан негізгі асфальт бетон жамылғысы салынып жатқан кезде бізде мына жер ылғалдығы бетіне шығып, бұл жерде ойналмалы болып технология өте дөрекі бұзылған. Аймақтың оңтүстік батыс аудандарындағы жолдың жағдайы осы. Жол ұзақ жыл бойы салынбайды, салынса ұзақ жыл бойы аяқталмайды. Аяқталса ұзақ жылға жетпей қайта тозады. Тұрғындар жол саласына баса назар аударылғанын талап етіп отыр.